Неге электр тогу согады? Бүгүн осуну аныктайтын боламыз. Жалпы электр тогу дегенimiz өткүзгүч аркылуу козголатын электрондордун агыны. Яғни осындай өткүзгүч бар деп элестетейик. Сым деп өткүзгүч. Вот. Осы жердеги электрондор козголуу процессинде электр тогу пайда болот. Мынанын баары электрондор. Электрондор баары терс зарядта. Осылай өтө көп. Осулардын козголуу нәтижесінде бізде электрондор ағыны пайда болады, ал ол бізде электр тогун береді. Егерде адам электр тогу бар өткізгішке жанаса, то есть қасынан тиіп өтсе, жанасса, ток адам денесі арқылы өтуі мүмкін. Не себепті өтіп кетеді? Осы үлкен сұрақ, осы сұрақтың жауабын бүгін табатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы адам денесі ток өткізе ме? Соны бірінші анықтап алайық. Ең үлкен сұрақ бұл. Жалпы енді адам денесінің көп бөлігі судан және тұздардан тұрады. Сондықтан адам денесі электр тогын өткізе алады. Сол себепті ток адам ағзасына әсер етеді. Енді мына суретте көрсеңіздер, қанның 92% бізде судан тұрады. Адам бойындағы. Ал скелет дейді. Бұл енді бізде сүйектер ғой, енді қаңқа дейді қазақша. Қаңқаның 22% судан тұрады. Ал бұлшықеттердің 75% бізде судан тұрады. Тіпті мынау адамның миы бар ғой, ми. Осы мидың өзінің 75% бізде судан тұрады. Міне. Осыдан кейін адамның денесі ток өткізеді, ол әлбетте. Ток неге соғады? Жалпы адам электр сымына, міне, енді кез келген жерде столб дейді ғой, бағаналар. Осындай өте көп бағаналар. 3 фазалы болады көбінесе. Ол біздегі жаңағы осылай столб, яғни бағаналардағы токтар 3 сымнан тұрады. Осындай электр тогына тиген кезде сымына, яғни осы сым жүріп жатқан токта тиген кезде адамның денесі, онда электр тогы дене арқылы жерге қарай өтеді. Адам тұр деп елестетейік, жүріп баратыр немесе. Ол бірден жерге қарай өтеді. Бірден жерге қарай. Осы кезде адам ток соққанын сезеді. Жерге өткен кезде ғана, яғни төмен қарай. Ал ол өтпейінше ол сезбейді адам мүлдем. Неге ауырсыну болады? Электр тогы бұлшықеттер мен жүйке жүйесіне әсер етеді. Ең бірінші. Нәтижесінде бізде бұлшықеттер жиырылады, ауырсыну пайда болады. Кейде адам қозғала алмай қалады. Ток соққан кезде көбінесе жайттарда, көп жағдайларда адам қозғала алмай қалып жатады, қатып қалады. Кинолардан да, былай да, өмірде де, жалпы жаңалықтардан да көріп жатқан шығарсыздар. Сондай болады. Ауырсыну пайда болады. Бұлшықеттер жиырылады, кәдімгідей. Өйткені ол жерден кәдімгі ток өтеді ғой. Сол кезде жаңа айтып кеттік, бұлшықеттер жиырылады, как деформацияға ұшырайды. Енді қауіптілігіне тоқталып кетейік. Енді электр тогы өте қауіпті. Негізінде қауіпсіздік ережесін сақтау керек ол жерде. Ең біріншіден жүрек жұмысын әсер етеді. Ең біріншіден. Екіншіден тыныс алуды тоқтатуы мүмкін. Ал үшіншіден күйік қалдыруы мүмкін. Тыныс алуды тоқтатуы ол уже бізде нені білдіреді? Адамның өліп қалуын білдіреді. Яғни адам өмірі сол жерде бітеді. Ток соққан кезде өте күшті напряжениемен. Яғни бәріміз белгілі 220 вольтпен соғатыны. Негізінде одан да көп жалпы вольтпен соғады. Сондықтан электр тогы өте қауіпті. Яғни ток соққан кезде ол бірден жерге қарай өтеді. Жерге қарай. Енді қауіпсіздік ережелеріне тоқталып кетейік бірден. Электр тогымен, жалпы электрмен жұмыс істеген кезде не істеу керек? Ең біріншіден бізде жалаңаш сымға тимеу керек. Перчатка, өздерінің арнайы перчаткалары болады, яғни қолғаптары, соны кию керек, арнайы киім киіну керек.
Екіншіден, су қолмен электрге жақындамау керек. Жаңа айтып кеттік, су ол электр тоғын өте жақсы өткізеді. Енді өйткені ол жерде электролиз процесі пайда болады. Бұзылған құралды қолданбау. Яғни кез келген бір мысалы трансформаторға үлкен бір тоқ жинайтын, яғни тоқты ол жерде төмендетеді ғой. Үлкен тоқтар барады да 340 шатаспасам 340 вольт тоқты ол өзіне жинау арқылы ол 220 вольт қылып шығарады. Арнайы қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Қауіпсіздік ережесін яғни өте қатты сақтану керек. Әйтпесе электр тоғы ол өте қауіпті, адамның жаңағы өмірін тоқтатуына тікелей әсер етеді, егер қауіпсіздік ережесін сақтамайтын болса.